Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 3-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі бірінші сабағымыздың тақырыбы тіл және сөйлеу деп аталады. Бірінші тапсырмада сызба берілген, сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр дейді. Бірінші сұрақ: сөйлеу не үшін қажет? Сөйлеу бізге бір-бірімізді түсіну үшін, пікірлесу үшін қажет. Келесі екінші сұрақ: ол не арқылы жүзеге асады? Сөйлеу тіл арқылы жүзеге асады. Енді төмендегі сызбаға қараймыз. Тіл арқылы сөйлеседі, тіл арқылы хабар береді, тіл арқылы пікірлеседі, тіл арқылы білмегенін сұрайды, тіл арқылы кеңеседі. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Екінші жаттығуда өлең берілген, өлеңді мұқият тыңдаймыз. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді. Қара қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыржымай қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты, ал бөдене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қаз қонып, басты қоңыр әніне, ақтан отыр мәз болып, сөйледі деп бәрі де. Бұл өлеңнің авторы Тұрсын Елеусізұлы. Енді оқушылар осы өлеңге қатысты шығармашылық үзіліс берілген. Шығармашылық үзілісте өлең мазмұны бойынша кейіпкер мен сөздерді сәйкестендір дейді. Бізде өлеңде кейіпкерлерден торғай бар, бөдене бар, қаз бар және ақтан деген бала бар. Бұл кейіпкерлер бізде не істеді? Торғай тіл қатты. Яғни торғай деген сөзбен тіл қатты деген сөзді сәйкестендіреміз. Келесі бөдене не істеді? Бөдене жұмбақ шешті, яғни бөдене деген кейіпкерді жұмбақ шешті деген сөзбен сәйкестендіреміз. Келесі кейіпкер қаз, қаз не істеді? Қаз әнге басты. Одан кейін ақтан деген бала берілгенде, ақтан бізде мәз болды. Ақтан не істеді? Ақтан мәз болды, яғни мәз болды деген сөзбен сәйкестендіреміз. Енді осы тапсырманың астында сұрақтар берілген, соларға назар аударамыз. Ақтан неге мәз болды? Шынында құстар сөйлей ала ма? Ойымен бөліс. Ақтан бізде құстардың сөйлегеніне, ән салғанына қарап мәз болды, Берілген өлеңде ақын құстарды сөйлетеді. Шынында құстар сөйлей ала ма дейді. Жоқ, шынында құстар сөйлей алмайды. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән, Құстар бір-біріне белгі беру үшін үн шығарады. Сондықтан да өлеңде тек қана мысал ретінде құстарды сөйлетеді. Келесі тапсырма: өз ойыңды үшінші жаттығуда берілген мәтіндегі оймен салыстыр дейді. Енді үшінші жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқып, көшіріп жаз дейді. Ал енді мәтінді түсініп оқимыз. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелгенін жеткізеді. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Мінекей оқушылар, екінші жаттығуда берілген құстар сөйлей ала ма деген сұраққа жауап осы жерден табылады. Құстар сөйлей алмайды, олар тек қана үн шығарып, бір-біріне белгі береді, бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатерді хабарлайды және мол азыққа кенелгенін өздерінің дыбыстау арқылы, үн шығару арқылы жеткізеді екен. Енді осы мәтіндегі тапсырмаға назар аударамыз. Соңғы екі сөйлемге сұрақ қой, жауап беріп көр дейді. Соңғы екі сөйлем бізде сөйлеу тек адамдарға ғана тән және жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді деген сөйлем. Осы сөйлемге сұрақ қоятын болсақ, сөйлеу кімдерге тән? Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Келесі сұрақ: жас сәби сөйлеуді кімдерден үйренді? Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренді. Келесі тапсырма: сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің қай түрін қолдандың дейді. Сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің ауызша түрін қолдандым. Енді оқушылар, осы үшінші жаттығуда берілген мәтінді дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Төртінші жаттығуда суреттер берілген, суреттерге қара. Оларды сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлеріне ажырат. Бірінші суретте қыз бала берілген, қыз бала өлең айтып тұр. Ал екінші суретте жазбаша мәтін берілген. Мәтіннің мазмұнында қыркүйектің 20-сында мектепте ұлттық ойын түрлеріне жарыс өткізіледі. Басталатын уақыты сағат 12:00. Бұл жерде жазбаша берілген, яғни хабарландыру берілген. Енді суреттегі қыз сөйлеудің ауызша түрін қолданып тұр, себебі ол өлең айтып тұр. Ал екінші хабарландыру сөйлеудің жазбаша түрі арқылы берілген. Яғни мәтін мазмұны жазылғандықтан бұл жазбаша сөйлеу түріне жатады. Келесі бесінші тапсырмада өлең берілген, өлеңді жатқа жазамыз. Атам мені қуантты, маған берді құлақты. Жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл ұшын, шешен бол деу мұнысы. Бұл өлеңнің авторы Мүбәрак Жаманбалинов. Енді оқушылар, өлеңге қатысты тапсырманы орындаймыз. Атасы құлақты не үшін берді? Атасы құлақты жақсы сөзді тыңдасын деп берді. Келесі сұрақ: шешен бол дегені қай сөйлеу әрекетіне жатады?
Шешем бол дегені айтылым әрекетіне жатады. Келесі өз үйшігіне кіргіз ойынын ойнайық. Яғни төменде екі үйшік берілгенде, бірінші үйшікте ауызша тілде сөйлеу түріне жататын сөздерді кіргізуіміз қажет. Ал екінші үйшікке жазбаша тілде сөйлеу түріне жататын сөздерді кіргізуіміз қажет. Бұл жерде оқылым, айтылым, тыңдалым дегендер ауызша тілде сөйлеу үйшігіне кіргізіледі. Ал жазылым деген сөйлеу түрі бұл жазбаша тілде сөйлеу үйшігіне кіргізіледі. Яғни ауызша тілде сөйлеуге 3 сөзді кіргіземіз, ал жазбаша тілде сөйлеу үйшігіне 1 сөзді кіргіземіз. Бүгінге осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.